домбыраға деген, біздің ұлттық өнерімізге деген үлкен құрмет. Ұлтын сүйген халық, домбырасын сүйген халық, ол еш уақытта да жаманшылыққа баспайды. Тек қана жақсы игілікті істермен айналысады. Қай ғасырда болсын, Асан Қайғының қолында болсын, Қарсы Тұлғаның қолында болсын, болмаса Кет Бұғаның қолында болсын, кімнің қолында болмасын, бұл қасиетті аспап тек қана халықтың жырын жырлаған.